Отшелушивание, яғни теріні қабыршақтандыру, бұл жасушалардың тұрақты жаңаруы үшін қажетті негізгі процедура. Үйдегі ең оңай және тиімді әдісі жылы ванна қабылдап скраб қолдану. Терімізге скраб қолданарда массаж сызықтарымен, жұмсақ қозғалыстармен теріні өлі бөлшектерден тазартамыз. Сәлем сұлуларым, бүгін үй жағдайында скрабтар жасаймыз, ал сіздер арнамызды қолдап, дүпілдеріңізді баса отырыңыздар. Скраб таңдағанда өз тері типіңізге сай келетініне көз жеткізіңіз. Болмаса үй жағдайында өзіңіз жасап пайдалансаңыз, дүкен сөрелеріндегі скрабтардан кем түспейді. Дене терісі үшін ірі бөлшектері бар скрабтар жағылса, бет терісі үшін скраб құрамы майда бөлшектерден болуы керек. Әсіресе сезімтал және құрғақ тері үшін ұнтақталған сұлы үлпектерін қолданған дұрыс. Өте қарапайым әдісі, алақанға ұнтақталған сұлы жармасын салып, паста тәріздес масса болу үшін кішкене сумен араластырамыз. Беттерімізге жағып, шеңбер қозғалыстармен массаж жасаймыз. Құрғақ тері үшін сүт және пирожизм қышқылы бар жұмсақ түйіршіктері бар скрабтар, ал майлы тері үшін салицил және гликоль қышқылдары бар скрабтар қолданамыз. Тазартудан кейін нәрлендіретін немесе ылғалдандыратын крем не маска жасаймыз. Үй жағдайында мынандай скрабтар қолдансаңыз болады. Барлық тері типіне жасауға болатын бал мен сұлы скрабын жасайық. 1 ас қасық балды, 2 ас қасық ұнтақталған сұлы қауызмен араластырамыз. Дайын қоспаны бет терісіне масса жасай отыра 20 минутқа жағамыз. Содан соң жылы сумен жуып тастаймыз. Акне мен қатқылданған тері бөліктерін тазартып, жұмсартатын скраб жасау үшін 1 ас қасық тіс пастасына 1 шай қасық тұз қосып жақсылап араластырамыз. Таза бетке шеңбер қозғалыстарымен жағып, 10 минуттан соң жылы сумен жуамыз. Ал бетінде қара дақтар бар қанымдар үшін өте жақсы скраб ұнтақталған сұлы қауызына 1 ас қасық қатықпен 2-3 тамшы лимон сөлін қосып жасаймыз. Қоспаны бетімізге 10 минутқа жағамыз. Лимон мен қатық дақтарды ағартса, сұлы тазартады. Жылы сумен жуамыз. Ханымдар, осылайша өз тері типіңізге келетін скрабты аптасына 1 немесе 2 рет жасай отыра, бетіңізді тазартып, теріні демалдыра аласыз. Жасаңыздар, жасарыңыздар. Әрдайым әдемі болып жүріңіздер.